сәлеметсіңдер ме оқушылар? 3-ші сынып 113-ші сабақ разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдері. Екінші есепте көбейту қалай орындалғанын қара деген. Бұл жерде 23-тің 4-ке көбейту алгоритмі көрсетілген. Ең бірінші біз бірінші көбейткіш 23, одан соң оның астына екінші көбейткіш 4-ті жазамыз. Ең бірінші біз бірліктерді көбейтеміз. Біз 3 пен 4 деген бірліктерді көбейту арқылы 12 санын шығатынын көреміз. Және де бұл жерде бір ондық, екі бірлік бар. Екі санның бірліктерінің астына жазамыз, ал бірді ойымызда сақтаймыз. Келесі біз ондықтарды көбейтеміз, яғни 4-ті 2-ге, нәтижесінде 8 болады. Бірақ біздің ойымыздағы бір ондық санын қосамыз. Сөйтіп 9 болады. Ондықтардың астына 9 санын жазамыз. Енді жауабы 92 шыққанын көреміз. Үшінші есепте бөлу қалай орындалғанын қара деген. Ескеру керек, бөлуді жоғары разрядтардан бастайды. Мысалға жүздіктер, ондықтар деген сияқты. Бізге 92 санының 4-ке бөлу алгоритмі көрсетілген. Бұл жерде бізде бөлінгіш 92, бөлгіш 4. Бөлімдіде 2 цифр, ондық пен бірлік көрсетілген. Ең бірінші толымсыз бөлінгіш 9 ондық. Ең бірінші ондықтарды бөлеміз. Дәл көбейту алгоритміндегідей. Сөйтіп 9-ды 4-ке бөлеміз, нәтижесінде 2, бір қалдық шығады. Бөліндіге 2 санын, ал қалдық ондықты астына жазамыз. Бірлікті қасына түсіремін. Сол кезде 12 бірлік шығады екен. Бірлікті бөлсек 3 шығады, яғни 12-ні 4-ке бөлсек. Бөліндіге 3 санын жазамыз. Қалдық 0-ге тең. Демек, толық бөлінді бізде шықты. Жауабын оқимыз, ол 23.